Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен бірге әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынған кездегі есептерді қарастыратын боламыз. Яғни бүгінгі сабақта ол тікелей есептерді шығарамыз және әрине көбірек практика жасаймыз. Жалпы енді артық берілген реагент дегеніміз қалай? Мысалға, құрметті оқушылар, біз хот-дог жасағымыз келеді деп ойлайық. Жалпы енді хот-догтың рецептісі бойынша бізде жалпы бір хот-дог жасау үшін бізге бір нан қажет және бір шұжық қажет. Бір шұжық пен бір нанның қосындысынан бізде әрине бір жаңағы хот-дог шығады екен, былай айтқан кезде. Енді бізде мысалға идеальный рецепт енді дәл осылай көрінеді. Бір шұжық, бір нан, сөйтіп бізде бір хот-дог шығады. Бірақ енді бізде хот-дог жасау үшін бізде шұжықтың саны 5 екен. Яғни бізде 5 шұжық бар. Плюс мына жақта бізде 4 нан бар екен. Енді осы екеуімен біз қанша хот-дог істей аламыз? Тура осы рецептіні сақтай отырып. Әрине біз, құрметті оқушылар, бұл жақта азымен есептейміз. Яғни азы бізде әрине 4 нан. 4 наннан біз 4 хот-дог жасай аламыз. Ал біз мына көбімен есептейтін болсақ, шұжықпен есептейтін болсақ, онда бізге бір нан жетіспей қалады. Солай емес па? Сондықтан біз айтамыз, 4 хот-дог жасалынады, бірақ бір шұжық артық қалады деген секілді. Көрдіңіздер ме? Жалпы осылай бізде артық кейбір заттар артығымен берілуі мүмкін. Сондықтан біз ол кезде әрине азы арқылы есептейді екенбіз. Енді бұны кішігірім химия тіліне аударып, химия есептерінде қалай қолданамыз, соны қарастырып көрейік. Мысалға, бірінші тапсырмамыз. 28 грамм кальций оксиді мен 2 моль азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін кальций нитратының массасы тең дейді. Ал кеттік ендеше бастайық. Ең бірінші әрине кальций оксиді деп жазып қояйық, және азот қышқылы HNO3. Жалпы ең алдымен кәдімгі реакция теңдеуін жазамыз. Алмасу реакциясы бізде кальцийдің нитраты және су. Бұл жағдайда бізде кальцийдің валенттілігі 2, нитраттың валенттілігі 1, сондықтан кальций NO3 2 еселенген болып кетеді. Демек, азот қышқылының алдына 2 деген санды қоюды ұмытпаңыздар. Енді қарайық, бұл жақта бізде тура жаңағыдай шұжық пен нан секілді екі заттың да мәліметтері берілген екен. Яғни 28 грамм кальций оксиді және 2 моль азот қышқылы деп берілген екен. Және біз табуымыз қажет кальций нитратының бұл жағдайдағы массасын. Енді қараңыздар, массаның астына біз әрине молярлық массаны жазамыз. Кальций бізде 40, оттегіміз 16, жалпы бұл екеуі бірге 56 деп жазылады. Ал мольдің астына бізде әрине коэффициент жазылатын еді, 2 деп жазып қоямыз. Сонымен қатар, бірден кальций нитратының бізге массасы қажет дейді, сондықтан төменгі жағына молярлық массасын есептейік. Калькуляторымызды аламыз. Азот 14 қосамыз 48, тең деп есептейміз 62, 2 көбейтіп 40 қоссақ бізде 164 шығады екен. Енді құрметті оқушылар, осы кальций нитратын біз қайсымен шығарамыз? Кальций оксидімен ба, әлде азот қышқылымен ба? Яғни бұл айтқан кезде шұжықпен ба, жоқ әлде нанмен ба? Әрине бұл жақта қайсысымен анықтайтынымызды табу үшін біз қайсысы аз, соны есептеуіміз керек. Бұл жағдайда біз тек қана 28 грамм 2 моль дегенге қарап аз деп айта алмаймыз. Біз міндетті түрде бұларды бөліп алып, зат мөлшерлерін есептегеніміз дұрыс болады екен. 28-ді 56-ға бөлген кезде бізде 0,5 шығады, ал 2-ні 2-ге бөлген кезде бізде 1 шығады. Сондықтан, құрметті оқушылар, бізде азы қайсы екен? Ол кальций оксиді, құрметті оқушылар. Демек біз мына жақтағы X-ті нақты кальций оксидімен есептеуіміз керек. Сол кезде есебіміз дұрыс шығады деген сөз. Ал кеттік енді пропорция арқылы X-імізді табылайық. 28 көбейтілген 164 бөлінген 56. Сол кезекте бізде 82 грамм деген жауап шығады, А нұсқасын белгілейміз. Болды міне, осындай бізде, құрметті оқушылар, алгоритм. Келесі. 26 грамм азот қышқылымен 11-де 2 литр аммиакты өткізгенде шығатын аммоний нитратының мөлшері дейді. Яғни бұл жақта зат мөлшерін сұрап жатыр екен. Реакция теңдеуін жазып жіберейік. Аммиак қосылған азот қышқылы. Бұл жағдайда енді барлығы бізде қосылып кетеді. Яғни мына сутегіміз бізде аммиакқа қосылады. Сөйтіп аммоний нитраты пайда болады. Енді берілген ақпараттарды жазып алайық. Бұл жағдайда бізде 126 грамм азот қышқылы берілген. Және 11,2 литр аммиак берілген. Және аммоний нитратының бізге зат мөлшерін, яғни молін табу қажет. Литрдің астына бізде әрине 22,4 жазылады. Граммның астына молярлық массасы 63, ал мына заттың молі сұрап тұрған, сондықтан алдына коэффициентін жазып жібереміз.
Енді мына екеуін қайсымен есептейтінімізді білу үшін біз азын есептейміз. 11-де 2-ні 22-де 4-ке бөлеміз. 0,5 шығады. 26-ны 63-ке бөлсек, бізде 2 деген сан шығады. Бұл жағдайда азы, құрметті оқушылар, ол аммиак екен. Осы аммиак арқылы біз демек пропорция жасау арқылы аммоний нитраттың молін тауып аламыз. 11,2-ні 1-ге көбейтіп, 22-де 4-ке бөле саламыз. Сонда бізде 0,5 деген зат мөлшері шығады екен. Дұрыс жауап бізде Д нұсқасы. Келесі бір есебімізді көрейік. Құрметті оқушылар, жалпы видеоны паузаға қойып, өздеріңіз де шығарып көрсеңіздер болады, иә? Жалпы механизмі түсінікті деп ойлаймын. Ал мына есепті шығарып көріңіздер, сосын жауабын бірге тексереміз. Ал біз бастай берейік, ал сіз шығарып атқан болсаңыз, міндетті түрде пауза қойып шығарып көріңіз. Жақсы, енді бізге темір және хлор деп берілген екен. Әрекеттескенде түзілген темір үш хлориді дейді. Жалпы, құрметті оқушылар, біз темір үш валентті хлоридін алдыңғы сабақтарда өткенбіз, иә? Ал қай кезде валенттілігі 2 болатын еді, естеріңізге түсіп, жазып қойыңыздар бұл нәрсені. Енді реакция бізде теңеспеген, сондықтан теңестіру қажет. Хлордың саны 2, мына жақта 3, ортақ еселік 6-ға келтіреміз. Мына заттың алдына 2, мына заттың алдына 3, ал темірдің алдына 2 деп қойып қоямыз. Енді 11-де 25 грамм ол бізде темірдің жоғарғы жағына жазылса, хлордың жоғарғы жағына 7-де 84 литр деп жазылады. Ал бізден сұрап жатқан нәрсе ол темір хлоридінің массасы, яғни граммын сұрап жатыр. Енді граммның астына біз малярлық массаны жазамыз. Темір бізде 56 еді, бірақ алдындағы 2-мен бұл көбейтіліп, мр 112 шығады. Хлор бізде 22-де 4 еді. Алайда бізде бір ғана хлор емес, 3-еу тұр екен. Сондықтан бұның астына 3 көбейтілген 22-де 4, яғни 67-де 2 деп жазамыз. Мына заттың массасы берілген, сондықтан мр-ін есептейік. Хлор 35-те 5 және одан 3-еу бар, және қосамыз бұған темір 56-ны. Мұна бір затымыз 162-де 5 шығады екен. Бірақ алдында тұрған бізде екісі де бар, оны көбейтіп астына жазып қояйық. Бұл 325 екен. Енді қайтадан бізде екі зат берілген, сондықтан қайсы аз соны есептеп алайық. 11-де 25-ті бөлеміз 112-ке шығады бізде 0,1, ал 7-де 84-ті бөлетін болсақ 67-де 2-ке шығады бізде 0,11, 66 деп кете береді екен. Сонда бұл жақта бізде әрине теміріміз азырақ болып тұр, иә? Темір азырақ, оны аз деп көрсетіп қояйық. Яғни бұл толығымен реакцияға түседі, сондықтан темір арқылы есептегеніміз дұрыс болады. Кеттік, ал пропорция арқылы X-ті тауып алайық. 11-де 25 көбейтілген 325 және бөлінген 112 дейміз. Сол кезекте бізде, көрейік, 11-де 25, 325-ке көйтіп 112-ке бөлеміз. 32,64 деген масса жауап шығады екен. Келесі бір есебіміз 15 грамм натрий гидроксиді бар ерітінді мен 30 грамм алюминий хлориді бар ерітіндіні араластырғанда неше грамм алюминий гидроксиді түзіледі дейді. Жалпы, құрметті оқушылар, логикасы тура алдыңғы есептердікіндей, натрий OH қосылған алюминий хлориді шығады бізде натрий хлор және алюминий гидроксиді. Теңестіріп алайық бірден. 3 пен 3 қойып қойырмыз. Енді құрметті оқушылар, практика болсын десеңіздер, видеоны пауза қойып, қайтадан өзіңіз шығарып көріңіз, иә? Жалпы тура алдыңғы есептерге ұқсайды. Ал біз жалғастыра берейік. 15 грамм бізде натрий гидроксиді және 30 грамм алюминий хлориді. Бізден сұрап жатқан нәрсе алюминий гидроксидінің массасы, иә, неше грамм түзіледі деп айтып жатыр. Енді граммның астына әрине малярлық массаларын жазамыз. Мына натрий OH-ымыз 40, алдындағы 3 пен көбейтіліп ол 120 болып кетеді. Хлор 35-те 5-тен 3 және оған 27-ні қосатын болсақ, бізде қанша шығады екен? 35-те 5 көбейтілген 3 қосылған 27. 133-те 5 екен. 133-те 5. Және алюминий гидроксиді бізде малярлық массасы 78-ге тең екен. Енді қайтадан қайсы аз, сонымен есептейміз, иә? 15-ті 120-ға бөліп жіберейік. 0,125 шығады. 30-ды 133-те 5-ке бөліп жіберейік. 0,2247 шығады. Әрине бұл жағдайда азы бізде алюминий емес, натрийдің гидроксиді екен. Сондықтан біз пропорцияны әрине натрий OH арқылы жасаймыз. Немесе, құрметті оқушылар, мына жақта калькуляторда бөлген кезде 15-ті 120-ға бөлдіңіздер ғой. Сол кезде шыққан санды алып бірден мына 78-ге көбейт салсаңдар болады. Яғни аз ғой енді ол себебі. Міне көбейту 78 салам, болды, менде жауап 9,75 деген грамм масса шығады екен.
Келесі. Құрамында 16 грамм мыс сульфаты бар ерітіндіге 12 грамм темір үгіндісі қосылды. Осы кезде неше грамм мыс бөлінген және қай зат артық қалған табыңдар дейді. Ал ендеше бастайық. Темір және мыс сульфаты. Нәтижесінде бізде темірдің сульфаты және мыс пайда болады. Енді, дәл осы сәтте бізде 12 грамм темір және 16 грамм мыс сульфаты деп берілген. Және бөлінген мыстың массасын табу қажет бізге. Граммдар берілген екен, әрқайсының астына малярлық массаларын жазамыз. Мына затымыз 56, мына затымыз 160, мына затымыз 64. Және әрине біз бөлу арқылы қайсы аз соны есептейміз. 12-ні 56-ға бөліп жіберейік. Шығады бізде 0,214. Және 16-ны 160-ға бөліп жіберейік. Шығады бізде 0,1. Бұл жағдайда, құрметті оқушылар, қараңыздар. Мына мыс сульфаты бізде аз. Аз деген не деген сөз? Бұл зат толық жұмсалады деген сөз. Жарай ма? Жаңағы хот-дог жасау үшін шұжық пен нанды еске салыңыздар. Яғни бұл жақта нан аз болды, сондықтан толық жұмсалып кетті. Нан қалмады реакциядан кейін. Аз болғандығы үшін, көрдіңіздер ме? Толық жұмсалды. Ал мына зат көп. Көп болса, ол не істейді? Әрине артық қалып қояды. Артық қалып қояды. Міне, осындай бір ерекшелігі бар. Енді бұл жағдайда әрине біз пропорция арқылы азын есептейміз, немесе мына 0,1-ді апарып 1-ден 64-ке көбейте салсақ болады. Сонда біздің мысымыздың массасы 6,4 грамм шығады екен. Бұл бірінші мәселе. Енді қай зат артық қалған дейді. Яғни артық қалған зат, ол әрине бізде қайсысы? Ол әрине бізде темір, құрметті оқушылар, темір артық қалған. Енді қанша грамм темір артық қалғанын білу үшін біз не істейміз? Біз оның реакцияға түсіп кеткен массасын тауып алуымыз керек, құрметті оқушылар. Реакцияға қанша граммы түсті, соны есептеп алайықшы. Ол үшін мына 0,1-ді алып, яғни аз шыққанды алып, біз не істесек болады? Осы 56-ға көбейтіп жіберсеңіздер болады. Калькуляторды алып есептейік, құрметті оқушылар, 0,1 көбейтілген 56. Яғни бізде мына заттың, яғни 12 грамм темірдің барлығы жұмсалмаған, бізде 5,6 граммы ғана жұмсалған. Солай ғой? Жаңа көбейттіңіздер ғой мына 0,1-ді 56-ға. Сол кезде реакцияға түскені 5,6 грамм екен. Ал бастапқыда 12 грамм болған. Сонда 12 граммның 5,6-сы реакцияға түссе, демек 6,4 грамм темір не істеп кеткен? Артық қалып қойған екен. Көрдіңіздер ме, құрметті оқушылар? Осылай бізде анықтауға болады. Мына жақта міне үлкейтіп жүрейін, тағы да бір қайталап жүрейін. Яғни азы арқылы біз көбін тауып алдық, яғни артық қалған темірді тауып алдық. Осы азымен реакцияға түсетіні бізде 5,6 грамм екен. Яғни 0,1-ді 56-ға көбейту арқылы, немесе пропорция арқылы табасыздар. Ол реакцияға түскені, ал ең соңында қалып қойғаны 6,4 грамм темір. Яғни әлі осыншама грамм темір бар екен. Реакцияға тек 5,6 грамм ғана жұмсалған. Тағы да бір есеп шығарып көрейік ендеше, құрметті оқушылар. 14 грамм темір ұнтағы мен 4 грамм күкірт алынған дейді. Реакция аяғына дейін жүрді деп есептеп, түзілген темір 2 сульфидінің массасы және артық қалған заттың массасы дейді. Құрметті оқушылар, видеоны пауза қойып, өзіңіз шығарып көріңізші бұл есепті. Тура алдыңғы есепке ұқсайды, практика жасау арқылы әрине білімді шыңдауға болады. Ал бірге шығарып көрейік ендеше, темір ұнтағы дейді. Темір мен күкірт енді кәдімгі, ешқандай бір қиындығы жоқ бұл жағдайда, және темірдің сульфиді пайда болады. Енді 14 грамм темір, 4 грамм күкірт және мына түзілген заттың массасын табу қажет. Төменгі жағына малярлық массаларын жазамыз. Мынау 56, мынау 32, мына затымыз 88. Бөліп, қай саз екенін тауып алайық. 14-ті бөлейік 56-ға, шығады бізде 0,25. Өтірден кейін жалпы 4 сан алып отырыңыздар, нақты сан шықпаса. 4-ті 32-ке бөлеміз, шығады бізде 0,25. Яғни бұл жағдайда, құрметті оқушылар, азы ол 0,25 екен. Яғни бұл не істейді? Толық жұмсалады. Толық реакцияға түседі деп қойсақ. Бұл зат мүлдем қалмайды деген сөз. Осы 0,25-ті біз алып, яғни азын алып 88-ге көбейте саламыз. Кәдімгі калькуляторда міне сол сан тұр. Көбейту 88 дейм, шығады менде 11 грамм. Көрдіңіздер ме? 11 грамм ол темір сульфидінің массасы. Оңай ма? Өте. Екінші мәселе, артық заттың массасы дейді. Біз айттық, мына зат аз болды, яғни толық жұмсалды ол. Бірақ мына затымыз артық мөлшерде.
демек оның қандай да бір мөлшері артық қалып қояды екен. Артық қалып қояды. Сондықтан біз не істейміз? Әрине бұл жағдайда біз, құрметті оқушылар, мына 0,125 моль күкіртпен қанша граммы реакцияға түскен, соны тауып аламыз, яғни осы реакцияға қанша граммы жұмсалды, соны есептеп алайық. Ол үшін мына тұрған азын, яғни 0,25-ті біз темірдің массасына көбейтеміз, яғни 56-ға. 0,25 көбейту 56 шығады екен бізде 7 грамм. Яғни мына 14 граммның 7 граммы реакцияға түскен, құрметті оқушылар. Көрдіңіздер ме? Бастапқыда 14 грамм болды, 7 граммы реакцияға түсті. Демек 7 граммы артық қалып қойды деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сонда, құрметті оқушылар, бізде жауап ретінде бұл жақта темір сульфидінің массасы бізде 11 грамм болады. Біз оны міне тапқан болатымыз. Және артық қалған, реакциядан кейін қалып қойған темірдің массасы бізде 7 граммды құрайды екен. Тағы да бір есеп көрейік, құрметті оқушылар. Құрамында 5-те 2 грамм барий хлориді бар ерітіндіге 9-да 8 грамм күкірт қышқылымен әрекеттескен түзілген тұнбаның массасы дейді. Барий хлориді, жақсы, барий хлор 2 деп қояйық, плюс күкірт қышқылы H2S. Шығады бізде нәтижесінде барийдің сульфаты және де 2H хлор. Жалпы реакция өте қарапайым. Қиын есеп емес. 5-2 грамм бізде барий хлориді, 9-да 8 грамм бізде күкірт қышқылы және барий сульфатының массасын табу қажет, себебі ол бізде ерімейтін тұнба. Төменгі жағдайларына әрине малярлық массаларын жазамыз. Мына жақта бізде 98, мына жақта 233 және мына жақта бізде 208. Қайсысы аз, сонымен есептейміз. 9-да 8 98-ге бөлсек 0,1, ал 5,2-ні бөлетін болсақ 208-ге шығады бізде 0,025. Әрине азы бізде 0,025. Осы азын апарып біз 233-ке көбейте саламыз. Жауап бізде 5,825 деп шығады екен. Құрметті оқушылар, үтірден кейін 4 саналаңыздар нақты сан шықпаса, жарай ма? Өте маңызды. Не болмаса, мына сандарға кішкене көңіліңіз толмаса, онда пропорциямен істей салыңыз. Бірдей шығады. Келесі және соңғы біздің есебіміз, құрметті оқушылар, аммиак алу үшін көлемі 2 литр азот пен 3 литр сутек газын өткізген. Артық қалған газдың массасы дейді. Енді жарайды, бұл жақта азот берілген және сутек газдар берілген екен, сәйкесінше аммиак газы түзіледі. Алдына 2, мына заттың алдына 3 деп қойып қояйық. Енді бұл жағдайда бізде литрлары берілген екен. 2 литр азот, 3 литр сутек. Құрметті оқушылар, жалпы бұл жақта бізде әрине көлемдік қатынастар заңын қолдансақ болады, себебі барлығы газ бізде. Сондықтан астына жай ғана коэффициентін жазамыз. Мына жаққа 1 деймін, мына жаққа 3 деймін. Енді әрине бөліп қайсысы аз, соны тауып аламыз. 3-ті 3-ке бөлсек бізде 1 болады, 2-ні 1-ге бөлсек бізде 2 болады. Бұл жағдайдағы аз затымыз әрине осы 1 екен. Я? Осы азды алып, яғни осы 1-ді біз не істесек болады? Мына артық қалған затты ғана сұрап тұр бізден. Мына 1-ді апарып, мына жаққа 1-ге көбейте саламыз. Яғни 1-ді 1-ге көбейтсек, енді 1 литр шығады өзі. Демек, қараңыздар, азоттың бастапқысы 2 литр болған. Алайда ол артық мөлшерде, яғни оның барлығы реакцияға түскен жоқ. Оның реакцияға түскені бізде тек қана 1 литр ғана екен. Сөйтіп, нәтижесінде бізде 1 литр азот газы артық қалған, құрметті оқушылар. Енді бізден жарайды, көлемі сұрамаған, бізден массасын сұраған. Онда қарапайым пропорция жасап жібереміз. Азоттың бізде 1 литр берілген, литр болса астына әрине 22,4 және сонымен қатар азот газының массасы дейді. Сондықтан астына мрін қойып, пропорция істей саламыз. Осы жерде 1-ді 28-ге көбейтіп, 22-де 4-ке бөлеміз. Сол кезекте бізде 1,125 грамм деген масса шығады екен, құрметті оқушылар. Міне жалпы осымен біздің есебіміз өз мәресіне жетті. Қазір мына жақта кішкене көрінбей қалған секілді. Мына жаққа жазып жіберейін қайтадан. 1 көбейту 28 бөлінген 22-де 4, я? Осы кезекте бізде 1,25 деген масса шықты, құрметті оқушылар. Міне жалпы осымен, құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабақ сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Әрине көбірек практика жасау керек. Және әрине сол кезекте кез келген есепті өте оңай шығарыласыздар. Құрметті оқушылар, есептерді кейінге қалдырмаңыздар, міндетті түрде жасаңыздар, практика жасаңыздар, сол кезде еңбектеріңіздің жемісін көресіздер. Ендеше келесі сабақтарда кездескенше амандықта болайық, құрметті оқушылар, білім алуда сәттілік, шаршамаңыздар.